әже осы бәсекеге қабыл болсын. Бәсеке деген нағашылары жиеніне ең алғашқы барғанда мінгізеді, тай мінгізеді, ірі қара береді, соны бәсеке жейді. Ал енші беру деген қандай дұрсын? Енші беру деген өлеңге шығарып, мысалы 1, 2, 3 алды үлкен 3-4 ер бала болса, соны үйленге бөлек шығара береді қазақтар. Үй тігіп береді, отау тігіп береді. Сонда отаумен қосып, отау дегеніміз ағашы өтігеді, ағашы көтеріп береді, баяғыда біздерге сөйткен ата енелеріміз. Сонда малдың шетінен енші береді, жылқыдан береді, түйеден береді, әрқайсысына ен салып, бөліп енші береді, соны енші дейді. Әже, сыбаға деген не? Сыбаға деген қыста қазақта соғым сойған. Қыста соғым соямыз, біздер де соямыз сол жылда. Содан алысқа кеткен тумаласыңа, бауырыңа, соны алып қалады шетінен, еттің шетінен. Жігіттерден бөліп. Соны келгенде асып береді, соны сыбаға дейді, сыбаға. Көршілерге береді, тартырады ана соғым шетінен. Баяғыда біздер соғым сойғанда көршілерге шелекке салып сыбағасы деп апарып береді, басы асатын еді, сондай сыбаға дейді.